Хижап мәселесі. Негізі бар ғой, түсінесіздер ма? Әйел кісіге хижап тағу өте қиын. Бұл өте қиын мәселе. Өйткені біздің қоғамымыз хижапсыздыққа үйренген. Бұл үшін әйел кісі өте керемет, үлкен қадам жасайды хижапқа. Оған жәрдем беретін ер азамат өте керемет, үлкен жәрдем береді. Сол үшін оны түсіністікпен қараған дұрыс. Біріншіден. Екіншіден, бір кісінің әйелі хижапта екен, хижапсыз екен деп, ол кісіге баға беру дұрыс емес. Ол кісіге баға беру дұрыс, ол отағасының міндеті. Бірақ бірнеше осы жерде бір таяқтың екі ұшы бар, екі ұшында қатар айтып кеткім келеді. Біріншіден, тең-теңімен тезек қабымен дейді. Егер үйде отағасы дінге жақын болса, әйелі хижап тағады. Дін ұстанады, дұрыс жүреді. Және дәл сондай, иннамал амалу бинният. Егер ниеті ол кісінің хижапсыз әйел болатын болса, Алла тағала оған хижапсыз әйел береді. Хижабы менен жүрген әйелдің жанында жүргісі келмей ұялатын молдаларымыз да бар. Өзінің әйелі хижап тақса да, немесе таққанын ұнатпайтын молдаларымыз да бар. Молда деп айта салдым мен, оның қандай қызметкер екенін біле бермеймін. Әйтеуір, мүмкін мешітте тіркелген, мүмкін тіркелмеген. Бірақ сондай бір молдаларымыз да бар. Бұл бірақ оның діннің бар жоғын критериясы емес. Әйтсе де ол кісінің бір қандайда бір сынағы. Егер ол кісі шынымен ақ ішін жарып көрген емеспіз ғой. Ол кісі шынымен ақ өзінің міндетін орындап, яғни жолдасына хижабыңды тақ, мен молдамын ғой, мен намазханмын ғой. Бір семья дегеніміз бұл үлкен бір қос, бір арба, қос деген сөз, арба деген сөз. Бұл арбада екі бірдей есек болады, екі бірдей ат болады, екі бірдей түйе болады, біреу есек, біреу ат бола алмайды деп түсіндірсе, болды, ол мойнынан түседі. Оның желкелеп барып, басына орамал тағып қойып, күніге төбелес шығарып, күніге жанжал шығарып, мен сенің тамағыңды жемеймін, мен сенің асыңды ішпеймін деу, ол дұрыс емес. Өйткені дінде зорлық жоқ. Дінде зорлық жоқ. Сіз жай ғана түсіндіресіз, яғни сізден түсіндіру. Яғни шынымен сіздің жарыңыз болса, араңызда ашық сөйлесе алсаңыз, шынымен араңызда сізге сенім болса, сізге сол жарыңыз, жан-жарыңыз сізге сенетін болса, сізге арқа сүйетін болса, ол тағат. Соған батылы жетеді. Мені қорғай алады, мені алып жүр алады, көзқарасым бір деп. Көзқарасы бөлек болса, сіз оған кінәлі болмайсыз бәрібір. Себебі, Нұх алейхиссаламдай, мен сондаймын деп айтыңызшы араңызда отырған біреуіңіз болса да. Нұх алейхиссаламдаймын деп. 950 жыл дағуат қыла аласыз ба? Тоқтамай, бетіңізге біреу түкіріп кетсе де. 950 жыл. Біреу киімін жауып қашып кетсе сізден, көре салысымен, ана жынды келатыр деп. Бетіңізге түкіріп кетсе, сіздің жасап атқан кемеңізге келіп біреу тезегін жағып кетсе, соның бәрін көтеріп жүрген жігіт қандай жігіт, Сол кісіні Алла тағала тек онымен сынаған жоқ, ол кісінің әйелімен де сынады. Әйелі кәпір еді. Пайғамбардың әйелі кәпір еді. Бұл нені білдіреді? Яғни сіз намазхан болсаңыз, сіздің әйеліңіз міндетті түрде намазхан болуы керек деген ұғым жоқ ол. Ондай ұғым болу мүмкін емес. Өйткені иман әркімге, өзіне, біреуге береді Құдай, біреуге бермейді. Тек сіздің міндетіңіз бәләғ жеткізу. Жай жеткізесіз, болды. Сосын қайырлы дұға қыласыз. Я Аллахым хидаят бер деп. Дәл сол сияқты ғой. Тек Нұх алейхиссалам емес, Лут алейхиссаламның да әйелі кәпір. Пайғамбардың әйелі кәпір болғанда, Құдайдан безген болғанда, сізбенен біз оның жанында кімбіз?
Дұрыс па? Сол үшін бауырлар, сабырлы болыңыздар, кең болыңыздар. Сосын ол адамға баға беру дұрыс емес. Сен ондайсың, әйелің мынандай, өзің анандайсың. Бауырлар, қазақта сөз бар, аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дейді. Құранда тағы сөз бар, біреудің жүгін біреу көтермейді дейді. Сіз біреудің жүгін көтермейсіз. Сондықтан біреудің дінді қалай ұстанғаны, оның намазда қалай тұрғаны, дәретті қалай алғанда сіздің шаруаңыз болмасын. Сіз егер шынымен ұстаздық қылғыңыз келе ма, онда оған достық жағдаймен, достық ниетпен үйрете аласыз. Жеке шығарып, бауырым, ассаламу алейкум, сізде менің бір жеке сөзім бар, өтініш уақыт бөліңізші деп. Жеке өзін шығарып алып, бауырым, мен сіздің дәрет алып атқаныңызды көрдім. Рұқсат болса, мен сізге дәретті түсіндіріп бересем. Егер рұқсат жоқ десеңіз, мен сізді имамға апарып, сол кісі көрсетіп берсе, өйткені мен сіздің дәрет абатқан жеріңізден бір кішкентай бір нәрсені бір дұрыс емес ау деп ойлап қалдым. Деп ыңғаймен нәпсіне тимейтін қып сұрайсыз. Келіп, ой, мынау дәретін де аламайды, бейшара ғой емес. Немесе намазын да оқи алмайды, бұл кім ол емес. Қаяқтан білесіз, кімнің намазы қандай дәрежеде қабыл болып жатыр? Кімнің жүрегінде не барын қайдан білесіз? Жарып көрдіңіз ба? Алидің сөзі бар, білесіз е? Соғыс кезінде, соғысып келе жатқанда, соғыс қызып жатқан кезінде бір сахаба Алиді желкесінен сүйреп, екеуі салғыласып пайғамбарымыздың алдына келеді. Я Расулалла, мынау деп атыр Алиге. Не болды десе, бір кәпірдің жанына қылышпен жүгіріп келген екен, анау қолын көтере салып, ля иляха иллалла деген ғой. Сөйтсе де қылыш ұрған ғой. Сонда айтады, неге ұрады мынау қылышты дейді, ол кәлима айтты ғой дейді. Сөйтсе, ол қорыққаннан айтты ғой, мен арқасынан қуып барғасын дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, сен оның жүрегін жарып көрдің ба дейді. Сен оның жүрегін жарып көрдің ба неге айтқанын? Сонда Әли айтады, мен сонда өкіндім дейді. Құдайым, осы уақытқа дейін дүниеге келмегенімде ғой. Осы уақытқа шейін жоқ болып кеткенімде ғой өмірден деп. Өкініп кеттім дейді. Өйткені бір мұсылманды өлтіру, Алланы өзіңізге дұшпан қылу ол, түсінесіз ба? Мән адали валиян фақат әзантуху бил харб дейді. Кім менің досыма дұшпандық жасаса, мен оған соғыс ашам дейді Алла Тағала. Мен оған соғыс ашам дейді. Сондықтан бауырлар, сіз ойламаңыз бір мұсылманның қаны, абыройы, малы, адал, жеңіл екен деп. Жоқ. Бұл соншалықты киелі нәрсе. Біреудің малы біреуге, біреудің абыройы біреуге, біреудің қаны біреуге. Бұл ұлы нәрсе, бұл киелі нәрсе. Оны бүйтіп басып таптап өтуге болмайды. Немесе біреу туралы сөз айтуға болмайды. Ананың қатыны жалаңпұт. Немесе ой, ананың әкесі намаз оқымайды. Мынаның үйінде арақ ішіп отырады. Өзі мынандай қылып жұртқа ақыл айтады. Басқа түссе байтал жорға дейді қазақта. Біреуге Құдай берді, біреуге Құдай бермейді. Өтірік емес қой, рас па? Анайы сөз бар қазақта. Одан да анайы сөз бар. Құдай к қылса, сондай к боласын дейді. Құдай сондай қылып жаратса, сондай боласыз. Қалай жаратсаң солай ғой ол. Бекер емес қой. Сондықтан Құдай біреуге хидаят береді. Біреуге Құдай хидаят бермейді. Қайта оған қайырлы дұға қылу керек. Сол жанұяда шыдап, әкесі күніге арақ әпкел маған, анау-мынау деп боқтап, ақ ит кіріп, көк ит шығып, сенің намазыңды да бар болсын, пәленшеңді де, түгеншеңді де әкел маған деп тұрып, соған төзіп намазын тастамай оқып жүргенге рахмет деңіз. Сіздің жанұяңызда сондай әңгір таяқ болса не істер едіңіз? Ол біреуді сынамаңыз. Үйтуге болмайды. Өйткені дін деген сондай нәрсе. Бұл біреуге береді, біреуге бермейді. Сіз ойлаңызшы, Алла Тағала бергенін нәрсесін қайтып алмай жатыр ма?
Айтыңызшы, Құдай біреуге көз берді. Алмай қоя ма, соны алады. Осында отқан жасы 50-ден асқан жігіттер бар. Көзіңіз 20 жаста қандай еді? Алды ма? Көзіңізді аздап алды ғой. Тізеңіз қандай еді? Тізеңіз, аяқ қол беліңіз қандай еді? Алды ма? Алды. Ойласаңыз, Құдай бергенін ала алады. Біреу бай болады, 1 секундта кедей бола алады. Біреу кедей болады, 1 секундта бай бола алады. Біреу күшті болып келеді, 1 секундта мүгедек болады. 1 секунд. Жер жастанады да қалады, көзі бақырайып ашып жабылады, болды, қол, аяқ түк қалмайды. Ойласаңызшы, осы сіздердей 30-дағы, 25-тегі небір жігіттер шегедей қағылып жатыр ғой төсекке. Небір қыздар сұлу, әсем, шегедей қағылып жатыр ғой төсекке. Құлағы жоқ, көзі жоқ, аяғы жоқ, қолы жоқтар қаншау. Құдай бергенін ала алады, бірақ сәт бол дейді, болады сол нәрсе. Сондықтан қорқыңыз, Алла тағала иманыңызға да бол деп жоқ қылмасын. Бұл ауыр нәрсе ол. Құдай бергенін алып атқанын көрсетіп атыр ғой сізге. Күніге кеше ғана мысалы, или қазір намазға кеп ассаламу алейкум деп амандасып сізбен намаз оқып кетеді да үйіне кетеді. Бір сағаттан кейін жаназа дейді. Не болды? Ана пәленше кетіп қапты. Қалай мен кеше жаңылден осы 1 сағат бұрын намаз оқыдым ғой мен. Болды. Намаздан шығып жолдан өтіп баратыр екен. Біреу басып кетіпті. Немесе үйіне барып жаңалде ұйықтап еді, ұйқысынан тұрмай қапты. Болады ғой. Көріп жатырмыз ғой қанша Құдай береді, бергенін қайтадан ала алады да. Сондықтан біреуді сынамаңыз, біреуге күлмеңіз. Құран-ы Кәрімде айтады, бір қауым бір қауымды менсінбей төмен санамасын. Өйткені мүмкін сол төмендегі ана жоғарыдағыдан мықтырақ шығар, қайырлы шығар. Бір-бірін жамандамаңдар, бір-біріңнің артыңды аңдымаңдар, бір-біріңнің сөзін тасымаңдар деп айтады Құранда. Сондықтан біреуді әйелімен сынайды Алла, біреуді өзімен сынайды, біреуді ата-анасымен сынайды. Әртүрлі басқа әр сынақ келеді. Сол сынақ мүмкін сізге келсе, сіз сынып қалар едіңіз. Бірақ Құдай сізге оны бермеді, шүкір Аллаға деңіз. Құдайға шүкіршіл болыңыз.